Абай Құнанбаев өлең сөздің патшасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, тептегі жұмыр келсін айналасы, бөтен сөзбен былғанса сөз арасы. Ол ақынның білімсіз бейшарасы, айтушы мен тыңдаушы көбі надан. Бұл жұрттың сөз танымас бір парасы, әуелі хаят, хадис сөздің басы. Қосарлы бәйет мысал келді арасы, қисынымен қызықты болмаса сөз. Неге айтсын пайғамбар мен оны алласы, мешіттің құтпа оқыған ғұламасы. Мүнәжат уәлилердің зар-наласы, бір сөзіне қиыстырар. Әрбірі келген сөз шамасы, өлеңге әркімнің ақбар таласы. Сонда да солардың бар таңдамасы, іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын, қазақтың келістірер қай баласы. Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалдап айтады екен сөз қосарлап. Ақындары ақылсыз надан келіп, көл жерді өлең қыпты жоқтан қорлап.